Ромашка, яғни түймедақ гүлі қандай қасиеттерімен танымал? Оның қандай пайдасы мен зияны бар? Бұл туралы осы видеода толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бұл ақ және сары гүлдің денсаулыққа әсер ететін бірнеше пайдасы бар. Олар күнделікті күйбең тіршілігінде мазасызданатын кез келген адамға пайдалы және кейбір аурулары бар денеге басқа да артықшылықтар бере алады. Түймедақтың химиялық заттары адам ағзасында антиоксидант ретінде қызмет етеді. Түймедақты тұтынған кезде денсаулық қасиеттері, жалпы суықтың, ішек ауруларының, қабынудың және адам ағзасының дұрыс жұмыс істеуіне әсер ететін басқа да көптеген дене ауруларының алдын алуға көмектеседі. Таңғажайып қасиеттері бар түймедақтардың екі түрі бар. Олар табиғи емдеу үшін қолданылған неміс түймедақтары және римдік түймедақтар. Түймедақ гүлі денені босаңсуға және дене үшін маңызды басқа да артықшылықтарға ықпал етеді. Ароматерапия үшін эфир майы ретінде пайдаланылған кезде пациент буымен дем алған кезде мазасыздануы мүмкін және ақырында мазасыз санасын босаңсуға мүмкіндік береді. Ауырсынуды азайтады. Эфир майы да түймедақ гүлінің өзі де қабынуға қарсы әсер кездескен ауырсынуды азайту арқылы денеге көмектеседі. Түймедақ өсімдігі жүздеген уақыттан бері қолданылғандықтан адамдар бұл өсімдікті олар сезіну мүмкін. Денедегі қабынуға байланысты белгілерден ауырсынуды азайтуға көмектеседі. Сондай-ақ буын қабынуы үшін шөп шайын тұтынатын адамдар әсіресе тізе және бел аймағында жақсарғанын көрсетті. Бұл шөп шайының антиоксиданттық және қабынуға қарсы қасиеттері жүйелік қабынуға және ағзадағы бірлескен функцияға әсер ететіндіктен полифенолдарды шығарады. Тізе остеоартриті бар науқастар буындарындағы қаттылықты азайту үшін түймедақ майын қолданды және олардың физикалық функцияларына пайдалы әсер еткенін айтады. Түймедақ эфир майын қолданудың артықшылықтары терінің тітіркенуін азайтуға көмектеседі. Соның арқасында экземасы бар және қызаруды азайту үшін жергілікті кремдерді қолданған кезде теріде жақсару процесінің басталғанын байқауға болады. Сонымен қатар түймедақ гүлі ас қорытуды жақсартады. Әсіресе оны шайға қайнатқанда ас қорыту жүйесіндегі нашар ас қорытумен байланысты жағымсыз белгілерді азайтады. Түймедақ шайы асқазанның бұзылуын, құрысуларды, метеоризмді және диареяны тыныштандырады. Түймедақтың құрамында емдік қосылыстар ас қорытуды босаңсытқыш ретінде әрекет ете алады. Ұйқы мен релаксацияны жақсартады. Оны шайға қайнатқанда түймедақ адамның ой-өрісін жақсартады және қажетті 8 сағаттық ұйқыны қамтамасыз етеді. Ұйықтар алдында түймедақ шайын ішетін адамдардың түнгі ұйқысы жақсырақ болады және аздап демалады. Түймедақ гүлінде адам ағзасына оң әсерін беретін эфир майы бар. Сонымен қатар өсімдіктің құрамындағы флавоноидтар бактерияларды жойып, аурудың асқынуына қарсы тұруға ықпал етеді және құрамындағы пайдалы майлы қышқылдар зат алмасуды реттеп, тәбетіңізді ашады. Түймедақ гүлін іш кебу, іш өту, іштің түйіліп ауруында, асқазан жарасында және ас қорытудың бұзылуында көп қолданылады. Сонымен қатар оның тұнбасы мен тұмауды, баспаны емдеп жазуға болады және дене қызуын түсіретін қасиеті де бар. Түймедақ жүйке жүйені тыныштандыратын ең таптырмас емдік шөптердің бірі. Ұйқыға жатар алдын түймедақтан демделген бір шыны шайдың өзі шаршауды басып, тыныш ұйықтауға ықпал етеді. Бұл өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие. Ол бет терісінің қызаруын басып, ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады. Түймедақ гүлдерінің тұнбасымен компресс жасау арқылы көздің шаршауын басып, қызарғанын кетіруге болады. Өсімдіктің шашымызға да тигізер пайдасы көп. Мәселен, шашты тазалап сусабынмен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз, сусабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап, шашты қатайтып әрі нәрлендіреді. Сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап, жібектей жұмсақ етеді. Әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады. Тыныштандыратын шай. Бұл шайды дайындау үшін түймедақ гүлдерінің бір шай қасығын бір стакан қайнаған сумен араластыру керек. 1 сағат тұндырып қойып, ұйқы қашқанда немесе қатты шаршағанда 1 шай қасық бал қосып төсекке жатар алдында қабылдаса, түнгі ұйқыңыз тыныш, ал таңертең сергек оянасыз.
Жел айдайтын шай. Мұндай шайды ішу үшін ең алдымен түймедақ гүлдерінің 6 бөлігі мен шүйгін шөп, яғни валериана тамырының 4 бөлігін және зіренің, тіменнің 1 бөлігін алып жақсылап араластырасыз. Одан соң осы шөптердің қосындысынан 1 ас қасық алып, үстінен 1 стакан қайнаған су құйып 20 минут тұндырып қою керек. Дайын шайда таңертең және кешкі жарты сағат стаканнан ішіп отыру керек. Қызыл иек қабынуына арналған тұнба. Мұндай дертке шайқурай, яғни зверобой, дала қырықбуыны, яғни хвощ, түймедақ гүлі мен қырмызы, календула шөптерінен 1 шай қасықтан алып, үстінен жарты литр су құю керек. Содан соң 30 минут тұндырып, қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады. Басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары бар. Мәселен, түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды. Себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп, түсік тастап қою қаупіне әкеледі. Сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал. Сонымен қатар эндометриоз және миома кезінде де бұл түймедақты тұтынуға болмайды. Дегенмен түймедақ пен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндік бар. Видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.